біз бөлмеге орналасып жатырмыз. Гүл тәте мына жақта алған полный комплект келген ғой. Мына жақта Мединадан алған уже мен мамитон болып бара жатыр. Осындай күшті шарф бар екен, мынаның енді материалы күшті. Сосын мынандай домашний тапочки беріпті. Мынау енді прям өте жұмсақ. Ыңғайлы, еще носочкилар. И қазір бұйырса қағбаны айналып жүруге осындай ыңғайлы чешкилар әкеліп берді. Рахмет, күшті. Рахмет, Гүл тәте. Полный комплект. Еще мына жақта Гүл тәте сухофрукты, сухари, короче, бүкіл тамақты полностью мынаның іші тола самса полный комплектпен жүреді. Күшті, в общем, біздің компашкамыз. Мен негізі ол самсаны Таужанға алғанмын. Таужан жақсы көреді деп. Ол енді Шымкентте болды ғой, бізде шығарып алатын Шымкентте, еді. я. Сондай болып қалды. Я еще мандарины хотела ему взять, но знала, что он в Шымкенте. Он меня подвел. Сондай өзі. Жақсы, сияқты қазір бұйырса салып отыр. Біз эфирден соң осындай бір сұлу кісімен күшті осындай шашлык не жеп жатырмыз. Не деп қояды, уже живой сторис түсірмегелі біраз болғаннан кейін шығып қалыппын. Зорлыдан сол 4 күн бойы қандай ощущение болды, барлығын айтып жатыр. Жаңа қатысушы Жанна есімді. Қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Қобалжуыңыз басылды ма? Әлде қобалжу? Басылды, жақсы. Өзіңіз туралы айта кетіңіз, кішігірім біздің оқырмандарға. Жаңағыдай айтып өткенде жасым 23-те артисткамын, көрімім бар. Астана қаласынан келіп отыр. Иә, Астана қаласынан келіп отыр. Эфирімді түрде көріңіздер. Білмеймін енді Айгүлмен, Асылжанмен қалай бірге отырады, не болады, қалай болады. Әрі қарай көреміз эфирде, бірақ әр жан өзінің бақытын табуға. Не? жарай. Не істеп айдана ауылда?